Бүгінгі сабағында етістіктерді өтеміз. Етістікке байланысты сөздерді өтіп, және оны қолдануды үйренеміз. Дәрсул хамис, 5-ші сабақ. Ямши, жүру, яжри, жүгіру, ол жүгіреді деген сөз. Ясаду, ол көтеріледі, көтерілу, жаңағы баспалдақпен немен. Янзелу, түседі, ол түсу деген мағына. Ол түсіп бара жатыр, түседі немесе. Яджлису, отырады, яқифу, тұрады. Яғни ямши жүріп бара жатыр, яжри жүгіріп бара жатыр, ясаду көтеріліп бара жатыр, янзелу түсіп бара жатыр, яджлису отыр, яқифу тұрып жатыр. Екінші, ятаваддау, дәрет алып жатыр, ятаваддау, юкаббиру, тәкбір айтып жатыр, яғни Аллаху акбар деп айтып жатыр, тәкбір. Юсалли, намаз оқып жатыр, яркау, руку қылып жатыр, яшжуду, сәжде қылып жатыр, юсаллиму, сәлем беріп жатыр. Түсінікті. Келесі, яқулу, тамақ жеп жатыр, яшрабу, ішіп жатыр, яктубу, жазып жатыр, яқрау, оқып жатыр, янаму, ұйықтап жатыр, юсаббиху, тәсбих айтып жатыр, ядхаку, күліп жатыр, ябки, жылап жатыр, яфтаху, ашып жатыр, яғни есікті ашып жатыр, кез келген нәрсені. Юғлиқу, жауып жатыр, яхруджу, шығып жатыр, ядхулу, кіріп жатыр. Осы етістіктердің барлығын жаттап, жазып аламыз. Енді мысалдармен келейік. Жаттығуларға. Ямши дегеніміз не? Яджри, ясаду, янзилу, яджлису, яқифу, ятаваддау, юкаббиру, юсалли, яркау, ясджуду, юсаллиму, яқулу, яшрабу, яктубу, яқрау, янаму, юсаббиху, ядхаку, ябки, яфтаху, юғлиқу, яхруджу, ядхулу. Яғни барлық сөздер ямен келіп тұр. Ол деген фе'л мудори, яғни осы шақта болып жатқан нәрсені білдіреді. Осы шақта жүріп бара жатыр, жүгіріп бара жатыр, көтеріліп бара жатыр, түсіп бара жатыр деген мағына. Немесе болашаққа келетін нәрсені түседі, көтеріледі, жүреді деген мағына. Осы сөздердің бәрін жазып аламыз, қайталаймыз, оқимыз және жаттап аламыз. Ат-тадрибу сәни, екінші жаттығу. Яджри деген сөзге қайсы сәйкес келеді? Әлбетте ортасындағы яджри. Ясаду дегенге ясаду. Ятаваддау дегенге ятавадду. Жаңа үш мынаның ішіндегі бөліктердің біреуін соны тауып, орнын теңестіріп қоямыз. Яқулу, яқулу сол жағында. Және уа деген сөзді қоссақ табады. Яқулу, ва яшрабу, яқулу, ва юсаббиху. Немесе яктубу келесі. Ва янаму, ва яқрау. Немесе яктубу деген, ол яктубу деген сөзбен бір-біріне келтіреміз. Яхруджу. Және уа дегенді қолдансақ болады. Яхруджу, ва ядхулу деп. Ядхаку, ва юсалли. Дәл солай осы жаттығуларды орындаймыз. Енді яджри деген сөз қайсысы бұл жерде? Жүгіріп бара жатқан. Яджрису, яджри, яджрису, яхруджу. Ортасындағы. Яджри. Яркау, дәл солай. Ядхаку, дәл солай. Осы сөздердің бәрін жаттап аламыз. Ат-тадрибу рабиъ. Төртінші жаттығу. Хубзун. Зәй әріпінің дыбысталуына назар аударайықшы. Хубзун, маузун, жазарун, жаззарун. Түсінікті ғой. Мына сөздерді білеміз. Біріншісі хубзун нан, маузун банан, жазарун морковь, жаззарун ет кесуші. Нун әрпінің дыбысталуына және әр жерде әртүрлі келетін байқаймыз. Сөздің басында, ортасында келетін. Нафидатун терезе, нуқудун ақша, сондуқун сандық, коробка қолдана береді. Шахинатун ауыр жүк көлігі, харпі, харитатун карта, ахдар жасыл, хубзун нан, хиярун қияр. Дәл солай. Келесі джим мен шиннің айтуларында айырмашылық бар. Соны біздер қатыстырмаймыз. Мысалы, жадидун десе, шадидун деген сөзде бар. Шыдан шиннен келеді. Жадидун жаңа, шадидун қатты. Яғни екеуін ажыратып айтамыз. Мысалы, жамалун, жималун, шималун, әл-жахру, әш-шахру, араджун, арашун, араджа, араша, жадда, шадда, жара, шара, хажара, хашара. Көрдіңіз ба? Айырмашылық бар. Осы айырмашылыққа назар аударамыз. Алтыншы жаттығу. Асфар, ишаратун, урзун. Яғни біздер бұл жерде
хамзаны өтеміз. Хамза. Араб тілінде хамза. А, И, У. Оның жаңағы фатха, кәсра, дамма болып жазылатын жерлері. Және қалай жазылатындығы туралы. Асфар дегенде хамзаның үстінде, ишара дегенде астында, руззун дегенде үстінде даммамен келіп тұр. Яғни фатха, кәсра, даммамен келіп тұр. Келесі асфар, яқулу, яқрау. Яғни асфар фатхамен басында, яқулу сукунмен де келеді. Ортасында яқрау даммамен келеді. Келесі мим әрпінде дәл солай. Мударрисун, ахмару, қаламун. Сөздің басында, ортасында, соңында қалай жазылатынын назар аударыңыздар. Келесі әтәдрибу сәмін 7-ші жаттығу. Енді бұл жерде кішкене жаттығулар жасаймыз. Жаңағыдай біз өткен сөздерді құрастырып, кішкене сөйлемдер құрамыз. Бәкрун деген адамның аты. Бәкрун яфтахул баба. Яфтаху етістіктерді білеміз, және белгілі бір кішкене сөздерді білеміз. Сол сөздердің бәрін қолданып сөйлем құрамыз. Бәкрун яфтахул баба. Бәкір есікті ашып жатыр. Бәкрун яқифу фауқал курси. Бәкір столдың үстінде тұр. Яғни фауқа үстінде, яқифу тұр, курси жаңағыдай отырғыш. Бәкрун яктубу алас саббура. Бәкір тақтаға жазып жатыр. Ала деген жаңағыдай үстінде деген мағына, бірақ ала жаңағыдай үстінде жазып жатыр. Бәкрун яктубу фил курраса. Бәкір дәптерге, дәптер ішінде деген дәптерге жазып жатыр. Бәкрун түсінікті. Келесі бәкрун йғлиқун нафизата. Бәкрун йғлиқун нафизата. Бәкір терезені жауып жатыр. Бәкрун яжлису алал курси. Бәкір столдың үстінде отыр. Яғни яжлису отыр, ала үстінде, курси, яғни отырғыш. Бәкрун яқраул китаб. Бәкір кітапты оқып жатыр. Бәкрун ежри. Бәкір жүгіріп бара жатыр. Бәкрун ешжуду. Бәкір сәжде қылып жатыр. Бәкрун юсаббиху. Бәкір тәсбих айтып жатыр. Бәкрун юкаббиру. Бәкір тәкбир етіп жатыр. Бәкрун яркау. Руку қылып жатыр. Түсінікті. Осылардың бәрін кішкене сөздерді, сөйлемдерді оқып, өзіміз үйде жаттығамыз. Көп жаттығудан кейін ғана біз араб тілінде жақсы сөйлей бастаймыз, үйрене бастаймыз. Келесі ахдар, ахмар. Ахдар, ахмар, яғни түстерді мына жерге білетін түстерді жазамыз. Ахдар, ахмар, асфар, сосын не? Қандай өттік біздер? Ахдар, ахмар, асфар, үшеуін ғана өттік. Осы сөздерді жазып, сөйлем құра алатын болсақ, сөйлем құрып жазамыз. Осымен дәріс аяқталды.